Қазір енді өзіңіз жалпы қазір осы Жамбыл облыстық Кенен Әзірбаев атындағы филармонияның бір жұмысымен де таныстырып өтсеңіз, жалпы Алтынбек Қоразбаевтың ағамыздың осы 70 жылдығы концертін жасаған болатын. Қателеспесем, осыдан 4 жыл бұрын Алтынбек Қоразбаев атамыздың 70 жылдық концертін жасаған болатын. Жалпы сол концертке өзіңіз қатыстыңыз ба? Мен ол кезде айтып жатырмын ғой, мен осы 3-4 жылдай бала күтіммен үйде отырмын, қатыспадым. Бірақ ол кісінің жаңағы ұйымдастыруымен өткен біздің мәдениет және құжаттар басқармасының бастауымен, ол кісінің қолдауымен өткен халықаралық конкурс болды. Ол сонау қанша елден, 60 елден өтініш келді, соның ішінен 21 қатысушы ғана іріктеліп өтті сол конкурсқа. Сол 21-дің бірінде сіз? Ол Жуалы ауданында өтті. Сонда пресс-конференция жүргізді ғой біздің Алтынбек Қоразбаев ағамызбен төрағасы, Әділ қазылар алқасының төрағасы Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыз келді ғой. Сол кісілермен жүргізген кезде шетелдіктер таңғалып жатыр дейді. Қандай дәрежелі конкурс, сіз қандай күшті композиторсыз, бірақ неге сіздің конкурсыңыз сонау Жуалыда өтіп жатыр дейді. Сонда менің әндерімді бүкіл ел сусындау керек. Ол өнердің ары қарай бері қарай кеткені жоқ, бір асып тасып атқан жоқ деп, сондай кішігірім ауданның өзінде өткізіп таң қалдырған біздің шетелдік қонақтарымызды, қатысушыларымызды. Енді халыққа деген бұл да бір сазгердің бір ыстық махаббаты дейсіз. Иә, ыстық махаббаты. Енді осы өнер адамы болғандықтан көптеген гастрольдік сапарларыңыз болатыны сөзсіз. Осы орайда филармонияның артынан, мысалы Жамбыл облысын, Тараз қаласын шығарып жатқан соңғы іс-сапарларыңыз қашан болды? Іс-сапарларымыз соңғы сол пандемияның алдында біз қай жаққа бардық? Көп жерлерге араладық. Қызылордаға бардық. Одан кейін Талдықорғанға бардық. Көп гастрольдік сапарларға бардық. Енді алда уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Алда уақытта келе жатқан 8 мартқа ән дайындау бізде филармонияда концерт өтеді. Сол концертке бізге әннің репертуарын ұсыну керекпіз. Сол әнге дайындық. Қызу дайындық басталып кетті демек. Уже басталып кетті бізде. Енді барша жігіттер де қазір қызу дайындықта жүр деп айтсақ болатын шығар. Өйткені енді 8 наурыз енді әсіресе жігіттер қауымына үлкен бір шын айтқанда үлкен бір кездесу өтетін күндердің бірі деп айтсақ болатын шығар. Өйткені енді көптеген аруларға енді анасы бар, қарындасы бар, енді әрқайсысына бір сыйлық жасау керек деген секілді өзімізде әзілдеріміз бар, сондықтан қалыптасқан әзілдеріміз бар. Енді оған да назар аудармаңыз. Ал енді бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырсақ, енді өзіңіз ән тыңдағанда ең бірінші несіне мән бересіз? Енді әншілер әнді қалай талдайды? Әншілер әнді бірінші ән тыңдаған кезде адамға ұнау керек. Мен өз басыма ұнау керек ол ән. Ұнағаннан кейін сөзіне қарайсың, сосын барып әнді орындайсың. Ол мысалы ұнамаған әнді қанша айтсаң да, саған сенен шыға алмайды ол. Әннің мәтініне енді қаншалықты мән бересіз? Мәтін жағына. Мәтін жағына енді мән береміз, барынша тырысамыз мән беруге. Бірақ сол кейде болып жатады енді. Енді айтыңызшы, қазіргі таңда енді өнер болмасын, бүткіл қалыптасқан нәрсе ол біздің ата-анамыз тарапынан келеді. Ананың ақ сүтімен, әкенің қанымен деп жатады. Сізге осы өнер анаңыздан дарыды ма, әлде әкеңізден дарыды ма? Мен өзім әкемнен дарыды деп 100% айта аламын. Мен әкем қазір енді бұл өмірде жоқ. Жастық шағында болмасын, мен үйге келген кезде шатаспасам 1-2 аспапта ойнады. Баянда, балалайкада, сосын домбырада. Үйге келсем әні шырқап отыратын жас едім, өмір керкін деп сол қатты мен құлағымда қалғанда, соған қарай мен ойлаймын әкемнен келді депші ол өнер. Енді әндерінде әртүрлісі бар ғой. Мысалы енді 1 жылдық ән, қазір таңда енді 1 айлық ән, 1 ғасырлық ән деп қазір бөлінетін болды ғой. Жалпы қазір енді көптеген әлеуметтік желіде пікірлер айтып жатыр, осы найзағай болып әндер секілді әндер, әсіресе осы найзағай болып Төреғали ағамыздың орындауында, бұл енді болашақта келер ғасырға қалатын ән деп. Жалпы сіздер өзіңіз қандай әндерді айтатын едіңіз осы 21 ғасырда? Енді мен айтайын ба сіздерге, біздің міне Алтынбек ағаларымыздың әндері неге өшпейді, неге өлмейді деген бір сұрақ келеді, кейде өзім ойланам. Ол әндер сатылмайды. Мысалы, қазіргі әндер, әнші болсаң, сатып аласың әнді. Барасың, әнді маған осындай стильде ән керек, осылай бола ма десең, саған содан кейін оның ғұмыры қысқа ма деп ойлаймын.
Ал о кісілер баяғыда қанша жылдап тудырып, сол әнді тегінен тегін халқына таратқан, халықтың арасына сіңген. Содан кейін өзім ойлаймын, сол есті әндер. Шәмші атамызды айтсақ та болатын шығар, Нұрғиса атамызды айтсақ болатын шығар, енді барлығы халық үшін еңбек еткен. Өнер сатылмау керек қой негізі. Мен өзім солай ойлаймын. Әрине, енді осы өнер жолында жүргеніме біраз жыл өтті деп айтып жатсыз. Өзіңіз ұстаз бұл ойыңызда бар ма? Болашақта болсын, шәкірт тәрбиелеп, өзіңіздің бойыңыздағы біліміңізбен бөлісу ойыңызда бар ма? Енді ол әркімнің ойында бар, бірақ менің қазіргі жұмыс графигіммен, мен үйдегі жағдайыммен менде ешқандай мүмкіндік жоқ. Бірақ кезінде балаларым аз болған кезде мен неде дютста сабақ бергем, балалар мен жасөспірім орталығында. Бір 2 жыл көлемінде сабақ бергем. Кейініректе енді болады ғой, уақытысы өзі келеді, бір сахнаға сен жарамайсың, болады ғой, өмір ауысады ғой, бәрібір ағымы. Сол кезде болып жатса, шүкір бөлісемін ғой. Алған жиған. Ал енді өзіңіздің балаларыңыз өнерге жақын болған қалайсыз ба? Таланттары болып жатса, болсын. Қазіргі енді біздің осы кіші күнімізден бастап талант бойымызда болса, ол шығып тұратын сөзсіз. Енді балаларыңыздың арасында бір сіздің жолыңызды қуам дейтін қыз ұлдарыңыз бар ма? Жоқ. Әлі көрінбеді демек? Жоқ, әлі көрінбеді балаларымнан. Енді өзіңіз кім болған қалайсыз балаларыңыз? Үлкен балам білмеймін енді кім болатын. Оған енді үнемі айтып отырамыз, сен үйде қалатын шығарсың бізбен деп, ол бізге ыңғайлы бір мінезі көрініп тұрады. Аха, екінші баламды домбыраға енді былай айтқанда барып көріп боларсың деп бердік. Осы жарты жылдың көлемінен асты. Нәтижесі жақсы дейді, боп қалар мүмкін. Енді оны айтамаймыз. Одан кейінгі балаларым әлі кішкентай. Қайсысынан не шығатын білмейміз. Әлі кішкентай, одан кейінгі 2 балам әлі кішкентай, бесікте былай айтқанда. Енді өзіңіздің жалпы бала күнінен келген армандарыңыз қазір таңда орындалып келе жатыр деп айта аласыз ба? Шүкір, орындалып жатыр. Былай айтқанда кездейсоқ адам өнерге келмейді дейді ғой. Жайлап болса да, кішкентай болса да әйтеуір инемен құдық қазғандай дейді. Еңбек 99%, 1% талант дейді. Біз енді көбінесе тырмысып, әйтеуір сөйтіп жетеміз деп келе жатқан әншілердің қатарындамыз ғой. Болдық, толдық деп айта алмаймыз. Енді бір жұмыс істеп келе жатсаң, үй жағына қарай көңіл бөлу керек, үй жағынан бір шығып жатсаң, жұмысқа қарай көңіл бөлу керек, сөйтіп атсалысып келе жатқан адамбыз. Әйел адамның өзі өмірі сондай қу тіршілікке, балаға арналады ғой демек. Енді өзіңіз осы өнер жолында жүргендіктен, қазіргі таңда ән айтып, ән шырқап жүрген өзіңізге бір жақын бір ән болатыны белгілі. Сол әніңізбен бөлісіп кетсеңіз, қандай әнді, және де бір қайырмасынан сізге қолқа салсақ та? Қазір енді мен айтып отырмын ғой, 8 мартқа дайындалып жатырық деп, сол әнге қазір мен дайындық үстем. Соның бір несін айтып кетсем. Әрине. Қымбатсың маған расында, сезімді сенде жасырма, ынтығам өмір сүруге, сен болсаң менің қасымда. Тағы келді бір көктем, тағы келді бір көктем ай, бақыт өзі бол неткен ай. Сенің нұрлы жүзіңді, сенің сырлы сөзіңді аялаймын құрметпен ай. Сенің нұрлы жүзіңді, сенің сырлы сөзіңді аялаймын құрметпен ай. Бәрекелді. Тамаша қоңыр дауыс. Расын айтқанда енді таң азанымен ұйқысынан оянған көрермендерге бұл да сіздің дауысыңыз секілді әсем әндер расын айтқанда адамға шабыт береді ғой. Әрине. Ал енді сізге тағы бір сұрақ қоя салсақ, енді өзіңіз айтып жатсыз, енді өнерге бала кезімнен келдім деп. Енді осы өнерге, өзіңіздің қазір өнерде жүруіңізге енді әрбір адамға бір адам себепкер болады. Жалпы өзіңіз осы өнерде жүруіңізге сізге көптеген көмегі тиген, жалпы сіздің аспанға қалықтап ұшуыңызға бір қанат бітірген жандар болса? Енді бірінші мектепте жүрген кезде өзіміздің мектептегі мұғаліміміз көріп, жетектеп мен дютсқа апарған. Дютста Ақмандайлым Базарбаева деген әпкем жетектеді. Одан ұшқаннан кейін мен негізі әнші болам демедім. Жүрдім, сөйтсем, жаңағы менің даусымды тыңдаған сол дютстағы үлкен әпкеміз бар біздің, осы филармонияда домбырашы болып жұмыс істейді, Индира деген.
сол Қадыралиева деген әпкем, сол әпке көріп, Динара, сен ән айту керексің, сен қалмау керексің, әнші болу керексің деп мені жетектеп пединститутқа өзі түсірген, документін бәрін дайындап, осы сен түсіп, осы жерден сен өсесің, өнесің деп. Сол кісіге мың алғыс. Содан мені жолым ашылып, өнер жолына келдім, былай айтқанда. Енді өнерден бөлек қазіргі таңда өзіңіздің жоспарыңызда не, қандай жаңалықтар бар, сонымен де бөліссеңіз? Жоспарымда қандай жаңалықтар бар болғанда, өнерден бөлек отбасым, жолдасым, солардың жағдайы, былай айтқанда, үйдегі тіршілігі, балалардың жағдайы. Қазірде мысалы Азанымен бәріміз жан-жаққа кетіп жатырық. Сол балалардың киімін дайындап, өзім киім дайындап жүгіріп келдім, былай айтқанда. Күйеуім алып келді деген сияқты. Жолдасыма демеу беру менің бұлай өмірдегі мақсатым. Алғашқы бірінші мақсатым. Бәрекелді, енді тамаша сұхбат, тамаша пікір білдірдіңіз, тамаша сауал айттыңыз, тамаша әніңіз шырқап бердіңіз. Сізге енді таным етіңізді бөліп, осында уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңызға алғысымыз шексіз. Енді осы орайда өзіңіздің әсем даусыңызбен бір Жамбыл телеарнасының көрермендеріне бір ақ тілегіңізді арнап өтсеңіз. Қайырлы таң, Жамбыл өңірі, Жамбыл халқы әр таңымыз арайлап атсын, деніміз сау болсын, нұрланып, шаттанып әрқашан жүріңіздер. Дала сондай керемет болып тұр. Тек жақсылық тілеймін әр отбасыға. Сізге де алғыс білдіреміз. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, тек қана енді балаларыңыздың қызығын көріп, қызығына тоймай, тек қана мақтан ететін күнге жете беріңіз дегіміз келеді. Біз де бағдарламаны әрі қарай жалғастырып, сіздерге әсем ән жолдаймыз.